рухани бостықты емдеуге алғашқы қадам психологтар не дейді, ең жақын адамыңа ішіңдегіні ақтар дейді. Енді бұны біз ислами психология тұрғысынан алатын болсақ, бізде бұл жерде психологтар ең жақын адамың ақтар десе, біз ең жақын болған бізге Алла Тағалаға ақтарамыз. Енді Алла Тағала айтады ғой, егер менің құлдарым сенен сұраса дейді, пайғамбарымыз айтады мен жайында, мен оларға жақынмын деп айтады. Күре тамырларымнан да жақынмын дейді сендерге. Қашан олар менен бір нәрсе сұраса, жауап беремін дейді. Яғни бізде ислами жалпы мұсылманшылық мәдениетте адам баласы қиналған кезде бірінші Аллаға іштегін ақтару мәдениеті бар. Енді ол қазір кімде қаншалықты екенін айту қиын шығар, бірақ ол адамның енді тақуалығына байланысты. Сол себепті жалпы мұсылман адам бұл не істейді? Бірінші қиналған уақытта телефонға жүгінбейді, көкесіне жүгінбейді, бірінші іштегісін Аллаға ақтарады. Алламен тілдеседі, Алламен диалогқа түседі. Сол себепті Айша анамыз айтады ғой, пайғамбарымыз қандай да бір қиын жағдайға тап болса намазға тұратын дейді. Сол себепті Алла Тағалаға іштегін ақтару, Алла Тағаланың жаңағы құзырында отырып, я Алла Тағалам, осындай қатты қиналып тұрмын, өзің жәрдем бер деп іштегі нәрсені Алла Тағалаға ашу адамға үлкен жеңілдік береді. Одан кейін уже адам жаңағы не істейді, бір сілкініп алады өзін. Бұны жаңағы рухани тебіреніс, рухани сілкініс деп айтуға болады. Енді бұл жерде одан кейін жаңағы енді ғалымдар айтады ғой, мысалға жаңа Аллаға ақтару мәселесін айтып отыр ғой, іштегі нәрсені. Адам баласы бұл сәби секілді дейді, кішкентай. Анасының алақанынан, ащы алақанынан қашып, сәби анасының мейіріміне жүгінеді ғой. Адам да сол секілді дейді, Алла Тағаланың азабынан қашып, бәрібір Алланың мейіріміне жүгінеді дейді. Енді Алладан қашып құтылатын жер жоқ бізде бәрібір. Алланың азабынан біз қашып, бәрібір Алланың мейіріміне жүгінеміз. Сәбимен енді мысал ретінде келтіргенде, сол себепті ең біріншісі қиналу мәселесінде не істеуіміз керек? Біз Алла Тағалаға ақтаруымыз керек.